Абай Құнанбайұлы, Ескендір. Осы жұрт Ескендірді біле ме екен? Македония шаһары, оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды, жасы әрен 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп көршілерге көз алартып қарады онды солды. Сұмдықпен әскер жиып қаруланды, жақын жерге жау болды, тұр аттанды. Көп елді күтінбеген қырды жойды, ханды өлтіріп қаласын тартып алды. Жазасыз жақын жердің бәрін шапты, дарияның суындай қандар ақты. Шапқан елдің бәрінде бодам қылып, өкіметін қолына тартып алды. Ескендір елде алмаған хан қоймайды, алған сайын көңілі бір тоймайды. Араны барған сайын қатты ашылып, жердің жүзін алуға ой ойлайды. Қан ішер, қаһарлы хан, ашуы көп, атағынан қорқады жұрт қайғы жеп. Сол күнде қошеметші айтады екен, ханның ханы, патшаның патшасы деп. Атағы талай жерге оның жетті, жердің жүзін алуға талап етті. Есепсіз әскер ертіп жарақтанып, есіткен елдеріне жүріп кетті. Алдынан шыға алмады ешкім мұның, бәрінде алды, қорқытты жолдағының. Жан шықпады алдынан, тоқтау жоқ, жер жүзін жеке билеп алмақшының. Жүре-жүре бір елсіз шөлге түсті, алып жүрген суының бәрін ішті. Адам, хайуан бәрі де бірдей шөлдеп, басына Құдай салды қиын істі. Сандалды сар далада су табалмай, шөлдеген жұрт қайтеді бос қамалмай. Қызметкердің бәрінде өлтірмекші, болып шөлдегенге шыдай. Мысалы астындағы ат одағы ұшты, Ескендір де атының жалын құшты. Жалтырап сәуле берген бір нәрсеге, патшаның ат үстінде көзі түсті. Барса бір сылдыр қаққан мөлдір бұлақ, таспадай бейне арықтан шыққан құлап. Түсе салса Ескендір бастық қойды, ішсе суы өзгеше тәтті тымап. Кепкен балық келтірді сонда тұрып, сол суға балықты алды бір жудырып. Иісі, дәмі өзгеше болып кетті, таң қалды мұның бәрін суға жудырып. Ескендір қолына айтты, бұл неткен су? Бәрінде ішіп, бұл суға бетінді жу. Бір бай елден осы су шыққан шығар, өрлеп барып үстіне тігеліп тұр. Бұл салқын тәтті суға қаныңыздар, шақ келер маған жан жоқ наныңыздар. Менен қалмай бұл суды шапшан өрлеп, талқан қылып шаһарын алыңыздар. Жарлық шашты қол жүрді суды өрлей, шаһарына жеткенше дамыл көрмей. Көкпенбек темір киген өңкей батыр, тарттырып жөнеледі сырнай керней. Сол әскер суды өрлеп талай жүрді, судың басы бір құзар шатқа кірді. Шаттың аузын бекіткен алтын қорған, қақпасы бекітілі көзі көрді. Қақпаны ашайын деп хан ұмтылды, тұтқасын олай бұлай қатты жолды. Аша алмады қақпаны ұмыт үзді, ақылдасып тәуір-ақ амал қылды. Ескендір тоқтау көрмей өскен жан ғой, келмей ме тоқтау сіздің бәрі дан ғой. Дел сал болып, бәрі де қайта шықты, алысы әл келмесін байқаған. Долдықпен хан Ескендір ашуланды, ашуланып қақпаға жетіп барды. Қақпаны дүбірлетіп қағып-қағып, қақпаны аш деп барынша айғай салды. Қақпаның ар жағынан біреу келді,
күзетшісі сол екен дыбыс берді. Қақпаны саған ашар рұқсат жоқ, бұл Құдайға бастайтын қақпа деді. Білмесен, мен Ескендір патша деген, жер жүзінің соғыста бәрін жеңген. Қақпанды аш, хабарынды айт, білдір маған, қорлығым өзім туып көз көрмеген.